Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін 5 март 2024 жыл. Ешкілерге жем беріп дайындап жатырмын. Сосын айтпақшы, жаңа біраз жерде ана ешкіні саудым, мүйізді ешкіні. Өмірімде бірінші рет ешкі сауып тұрмын. Асыл тұқымды ешкі емес. Желіні кішкентай. Енді мыналардікіне қарағанда үлкен. Мынанікіне қарағанда үлкен. Дірілдеп зорға саудым әйтеуір. Бірдеңе қалып. Бұрын вообще ондай нәрселермен айналысып көрмеппін. Енді ешкі сауым менде. Сол дайындық қазір ешкілер далаға шығарам. Лақтарын қосам. Мен мынандай сүт сауып алдым. Енді мынау 1 литрлік не шығар? Бәңкі. Соның мен мынандайын саудым. Bir үрпі жақсы саулады екен жалпы. Зорға деп әйтеуір бірдеңе қалып не істедім. Былайда былай қозғап әйтеуір. Ыңғайын таптым. Қалай сау керек екенін білдім. Мен деген бұрын саусағын бүйтіп төмен қарата бүйтіп тартып жүрсем, олай емес екен ғой, қысады екен ғой тек. Үрпінің жоғарғы жағында сүт шығаратын заты бар екен ғой, сондай. Қысады екен бүйтіп. Қысқанда шығады екен ғой, пызт деп. Енді білмегеннің арқасы ғой. Енді біреулер күлуі мүмкін. Еркек басыңмен ешкі сауып жүрсің бе деп. Үйде ешкім жоқ, амал жоқ. Сауға тура келеді. Осындай хабарлар қазір. Енді ешкілерге жемін жаңа бердім. Жемін жеп болғаннан кейін жаймен лақтарын қосамын. Бірінші тағы да ана ешкіні шығаратын шығармын, мүйізді ешкіні. Соны ұстап тұрып, лақтарды емізем. Лақтарымыз емуге дайын тұр тек. Қазір енді ешкілер жемін жеп болсын. Сосын лақтарды шығарамыз. Лақтар дайын емуге. Қалайсыңдар, Қалайсыңдар? Мұнаның көзі көк күмбек. Көк көз мынау. Ұрғашылақ мынау. Көз көк күмбек. Мұнаның көзі сары. Ұйқыларың қанды ма? Ұйықтап. Ұйқылары қанды. Құлақтары жып-жылы. Не болды? Шыққың келіп тұр ма? Сүт ішкің келіп тұр ма? Сүйіп жатыр, оңбаған ғана. Кішкене далаға шыққанша шыдамадың ба? Талқан жардың ғой. Мына жерде айтпақшы горшоктар тұр ғой. Горшокке сүймейсің бе? Сен де бір. Талқан жарып коробканың ішін. Не қылдың? Түйе сүйген де қылдың ғой. Әлі сүйіп атсың. Көл қылдың ғой. Қарындарың ашты ма? Қарындары нормаль сияқты әлі. Біразға дейін шыдай береді бұлар. Бірақ мұнаның қарны ашау деймін. Қарның аш па? Қазір шығарам.
иіскейді. Ешкілерді шығарып, енді ең бірінші мүйізді ешкіні шығардым. Лақтарды еміздірдім, ұстап тұрып. Мүйізді ешкі әлі емізбейді. Мынау кешегіне бірінші рет туайын деп тұрған шыбыш. Бұның да жағдай нормаль сияқты. Үрпін тартып көрдім. Уызы шығып тұр. Күні жақындап қалған сияқты бұның да. Жалпы артынан бірдеңе шығып жүреді енді. Мана ұстап та қарадым ішін. Лағы жыбырлайтын сияқты. Енді күні қашан екені белгісіз. Мынау тоқал ешкі. Ар жағындағы оның лағы. Лақтары жүгіріп, секіріп, шауып жүр. Барлығы нормально. Бүгін енді өмірімде бірінші рет ешкі саудым. Жалпы қиын емес екен. Бірақ енді үрпі кішкентай болғаннан кейін қалай болғанда да қиын болады екен сау. Бұлар жаңағындай анандай ешкі емес қой. Асыл тұқымды деймі, занен дейді, нубийский дейді, англо-нубийский дейді. Ондай ешкілер емес, кәдімгі қарапайым ешкілер. Бұлардың үрпі кішкентай болады, яғни сосоктары. Сау қиын. Әйтеуір бірдеңе қалып саудық енді. Оның өзі бір енді кішкене не? Енді біреулерге күлкілі естілетін шығар. Бірақ енді үйде ешкім болмағандан кейін сондай болады. Үйде мамам сауатын еді ғой. Ол кісі қазір жоқ үйде. Сондықтан да амал жоқ. Қалай сау керек екенін сұрадым. Былай сауасың деді. Соны саудым. Осындай хабарлар. Видеоға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Мынау теке. Бұл теке адамның қасында жүргенін жақсы көреді. Лақтардың әкесі осы. Бұл текені ана көршіде сұрап алып кетті, мына көршіде сұрап алып кетті. Шетпеге де барып келді бұл. Бұл теке ерледі. Қарайған лақтың әкесі.